Мені қанша күннен бері мазалап жүрген аудиториямның сұрайтын сұрақтардың бірі, неге мен жауапкершілік ала алмаймын? Именно ханымдардан келеді, көп ханымдардан мен де бірдеме істегім келеді. Бүгінгі күнде я вижу, что это реально. Мен көріп тұрмын, что бизнес жасауға болады. Бірақ та неге мен қашам? Неге мен жауапкершілік алғым келмейді деген сұрақ келеді да. Негізі бизнес деген каждый білет, что бүгінгі күнде бизнес это кәдімгідей сен бір океан. Бүгінгі күнде каждыйымыз бизнесмен болып кеткенбіз. И осының ішіне сен бүйтіп балық болып кіресің де, кішкентай океанның ішіне миллиондаған балықтардың ішіне сен бүйтіп шыққан бірдеңкесің да анандай. И сен сол жерде бір орныңды алу үшін келесің. Осындай кезде, понимаешь, сен үшін бұл өте үлкен напряжение. Океанда өзіңнің орныңды алу, когда акулалар бар кезде, тебе тяжело. Бұл адам үшін өте үлкен стресс. Кәдімгідей стресс бар да. Обычно давайте соцсетьті айтайық, мен де осылай инстаграммен өзімнің бизнесімді бастағым келеді. Да, вроде бы шақтарды білет. Ананы істеу керек, рилс түсіру керек, мынаны істеу керек, мынаны істеу керек деген сияқты. Басына бүйтіп желең етіп риза болып келеміз да. Оңай ғой, түсіре салам, бүйте салам, таргетологқа бере салам деген сияқты, Прикиньте. Рилс түсіресің, рилсың атпайды. Таргетологқа ақша бересің, сен бір 10 мың адам жинаймын деп үлгердің, қазіргі күнде подписчиктар бос-босына тіркелмейді. Қазір подписчиктарың да отырады, не бересің маған тіркелу үшін? Не бересің? Бер бірдеме, көреміз сол кезде деген сияқты отырады. И сенде стресс. То есть бизнес – это стресс, это напряжение. Ана тоқ сияқты бет ұстап алып деп тұрған, И осындай моментте сен әзер дегенде өзің бір шешім қабылдадың, бизнес істеуге, бірдеме жасауға да. И осы жерде сенің эго идеалың қосылады да. Допустим, да, сен деген рилсті қазір жасай салам, қазір деген мен 10 мың адам көре салады, қазір деген сата салам деп отырған кезде, саған не дейді? Бір 5 адам көреді, или 100 адам көреді, саған айтты, эго идеалың айтады. Аселя, это же ты дура. Видишь? Сен дурасың. Сен никчемнаясың. Сен ешкімге керек емессің. Көр, қара. Сен басқалар сияқты емессің. Деген сияқты внутренний, жаңағы эго идеалдың дауысы келеді. Или ана жақтан тағы да бір дауыс келеді. Бля, сен деген таргетқа осыншама ақша беріп тастадың ғой. Шығармайсың, лучше қайт артқа, қайт. Пока не поздно, қайт. Деген сияқты сені артқа қарай итереді да. И сен мынандайда тұрасың да, короче. Стресс. Артқа қайтсаң бұрынғы өмірің, алдыға жүрсең уже стресс, опять стресс, больше стресса. И каждый осындай стресс кезінде бізде не болады? Біздің жаңағы эго идеалымыз біздің өзімізге келіп тиіседі да, біздің өзімізді келіп ұрады да. Мы какие-то не такие. С нами что-то не так дейді. Неге? Потому что біздің өзіміздің мен құндымын, со мной все окей, болып жатқан жағдай хорошо, я понимаю, но со мной все окей деген бір құндылығымыз жоқ көбіміздің. Біз көбімізде мынандай, я никто, я никчемная, ішімізде сондай голостар бар да. Мен жасай алмаймын, мен анадан кеммін, мне страшно, мне больно деген сияқты. Сондай біз жиналып алған, ішімізде жинап алғанымыз осылар да. И біз когда рынокқа шығамыз, біз осымен шығамыз да рынокқа. И каждый раз жаңағы жауапкершілік алдың, әрекет бастадың, и каждый раз бізді келіп ұрады. Мысалы, арендаңды жетпей жатыр ма, для тебя стресс кезінде не істейсің? Бля, осыны жасамай жауып тастаймын да, біреуге барып жұмыс істеймін ғой, мәккейсің. Ішінде не деп тұр? У тебя не получится деген сияқты. Потому что мына ішімізде құндылығымыз жоқ. Насколько біз өзіміздің ішімізде құндылығымыз жоқ, ішкі опорамыз жоқ, біз құндымыз, с нами все окей деген сезім жоқ болған кезде, біз жасаған әрекеттеріміздің нәтижесіне өте қатты тәуелдіміз. Біз сырттағы адамдардың әңгімелеріне өте қатты тәуелдіміз. Или біреу айтады, қазір мен бастаймын, мен әрекет етем.
менің үйімді қарашы, артында тұрған. Ана төбеде тұрған лампочканы қазір елдер көреді ғой, ана люстра. Не айтады мен туралы? Это же позор деген сияқты бір артыңызда стыд тұрады. Мен кіммін біреуге бірдеме айтатын? Сен бірінші өзіңді жасап аш, өзіңді реттеп аш деген сияқты ой болады да. И осыдан кейін біз не істейміз? Біз әрекетке көше алмаймыз. Ал әрекетке көшу үшін ең бірінші нужно успокоиться. Действительно ішіңізде өзіңіздің құндылығыңызды қалыптастыру. Вне зависимости, ақша, ештеңеге қарамай, нәтижеге қарамай, өзіңізді қалыптастыру. Стрессоустойчивый, то есть стресске толерантность, окей, стрессқа тұра білемін дегендей болу. Ал көп адамдар осындай бизнестағы напряжение бар ғой. Прикиньте, просто бизнесқа шығу, нарыққа шығу, өзіңді көрсету, проявлять ету, жаңағы бір екі тоқтырдың шыққан үлкен бір вольтымен соны ұстап деп дірілдеген тең болады да. И сен сол жерде все, или артқа қашасың, или нет деп жаңағыны ұстап дальше жүруің керек та. А ол үшін сенің мына жерің мықты болу керек. Реально мықты болу керек та. Каждый раз рилсың атпай жатыр ма? Окей, дальше иду. Каждый раз ютубқа салдың, уже 15 видео салып тастадың, жүрмей жатыр. Бір ғана лайк, екі ғана просмотр. Окей, дальше. А біз не істейміз? Каждыйында өзімізді оценка жасаймыз. Каждыйымызда бізде внутренний голос: с тобой что-то не так, с тобой что-то не так, это ты дура, это ты ненормальная, никчемная, мамаң саған босын айтқан жоқ кезінде деген сияқты ше. Сол үшін біз бүгіннен, біз адамдар все равно білеміз бүгінгі күнде. Самоанализ жасай аламыз. Қазір мен бір істі бастағым келеді, бірақ бастау үшін ертең мен напряжениеға тұрамын да, мынау тоқты ұстауым керек, выдержка болу керек менде деп ше. Сол выдержканы мен ұстай алмаймын, одан да жертва болып отыра берейін дейміз да. Поэтому не получается. Поэтому вот так вот. Сондықтан не істейміз? Өзіміздің осы стрессқа қарсы тұра білу, үрейді жеңу, да? Үрей бар жерде стресс бар, ұят бар жерде стресс бар. Стресс бар жерде біз әрекетке көшкіміз келмейді. Олар бәрі бір букет гүл сияқты. Біз тек қана менде стресс қана бар, жоқ менде қорқыныш қана бар деп жүру деген жоқ. Олардың бәрі бір букет гүл. Стрессің бар жерде самооценкаң төмен, эго идеалың жаңағы тек қана сырттағы сөздерге, результатқа ғана зависимый. Одан қалса ол эго идеалың сырттан зависимый бар жерде тревогаң бар, ондай жерде қорқынышың бар, ұят сезімің бар, өзіңді кешіре алмау бар, одан агрессия. Мынандай, короче, 101 гүл, букет гүл сияқты ұстап жүреміз да жаңағылардың бәрін. Ал оның бәрімен кәдімгідей жұмыс істеу керек. Оның бәрін жеңу керек. Сол кезде сіздер жауапкершілік алу, ол просто последствия. Мынаны үйрендің, я стресске қарсы тұра білдің, ұят сезіміңнен арылдың, өзіңді кінәлаудан арылдың да, қателік жіберу это нормально деп уже түсіндің. Осының бәрінен өттің. Тебе не страшно? Тебе не страшно, а самое главное, сен уже болып жатқан өміріңде жаңағы жасап жатқандарыңа сен уже без драмы қарайсың да. Драма жоқ, бля. Значит, мен дурамын, если рилсым атпаса, это я дура демейсің. Чё не то? Что-то я не то делаю. Нужно посмотреть, что я не то делаю деген сияқты. Спокойно қарайсың да ондай затқа. Понимаете? Сондықтан бұндай кезде өздеріңізбен жұмыс істеулеріңіз керек. Подписка жасауды ұмытпаңыздар айтпақшы. Елдер басында айтса, мен аяғында айтам. Подписка жасап қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Вот так вот. Өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Қорықпаңыздар нарыққа шығуға, әрекет етуге, табыс табуға. Қазақтың қыздары мықты.